Біреу кредитімді жаба алмай отырмын. Әйтпесе балама памперс алып бересіз бе? Мен тіреп тұрған мен сірә әкем жоқ. Кеудесіндегі шыбын жанын оңай бере салғысы келеді. Шеттету болған. Маған тосқауыл қойған. Ол менің ит мінезімнен деп, тілімнің ащылығынан. Концерттерден қағылып, жаныма жау емес, дос көбірек жинағым келеді. Шында керек, мен айтқан ойымнан ешқашанда кері кеткен емеспін. Мен бір берген сұхбатымда айтқанмын. Кезінде біз бала кезде Кеңестер одағының балаларымыз ғой біз. Сол кезде бізде жақсы бір Кеңестер одағының идеологиясы болды. Сол кезде бүкіл еңбектеген жастан еңкейген кәріге дейін біз коммунизмға жетеміз деп алдымызға мақсатта коммунизм жасап алдық. Сол кезде біз бала кезімізде айтамыз ғой, социализм кезінде. Өйткені ол советтік социалистік республикалар одағы болды ғой. Коммунизм деген не деп сұраймыз? Үлкендерден болсын, мұғалімдерден болсын. Сол кезде бізді марқұм болып кетті. Рақыш деген ағайымыз болған мектеп директоры. Сол кісі айтатын. Коммунизм келген кезде сендер қалаған дүкендеріңе кіріп, қалағанша кәмпитті тегін жеулеріңе болады деп. Одан кейін ес білдік, етек жеңді, жинадық. Азамат болдық, жоғары білім алдық. Алматыға келдік. Оқу бітірдік, жұмысқа орналастық. Семья құрдық, қатын балалы шағалы болдық. Бір әулеттің жүгін көтеруге тырыстық. Сол кезде адамның өмірі баспалдақ сияқты өзінің етағымен көтеріле береді ғой. Сол кезде қарасаңыз, менің өткен өмірім бәрі коммунизм екен. Қазір кездің өзінде мемлекет басшысының өзі айтып жатыр ғой. Қазір халықтың арасында бай мен кедейдің алшақтығы. Енді ойлаңыз, Қазақстанның 100% байлығының 45% небәрі 162 адамның ғана қолында екен. Егер де біз Қазақстан халқын 19 миллион деп есептесек, оның 1% қанша болады? 190 адам. Тіпті 1%-ке де жетпейді. Яғни Қазақстанның байлығын иемденіп отырған байекештердің. Яғни осыдан барып есептей беріңіз. Бай мен орта қалыпты біз сияқты қарапайым адамның ортасында қаншалықты алшақтық бар екендігін. Сол себепті мен қорқам, ертең күні феодализм, феодалдар, жаңа құл мен құл иеленушілік дәуірге түсіп кетпейміз ба деп қорқам. Өйткені бай берсем дейді ғой. Үлкендер айтатын. Ана дүние қоңыздықты, дүниеге деген қызығушылықты ешқашан адамның көзі тоймайды. Адамның көзін тек қана тойдыратын топырақ деп. Дәніккеннен құныққан жаман дейді қазақта. Біздің кейбір байекештеріміз құнығып кеткен сияқты. Өйткені жарлыға, кедей-кепшікке, жетім мен жесірге, ғарып болып жатқан, мүгедек болып жатқан, қиналып жатқан ел жұртқа қаншалықты біз бауырымызды бұрып жатырмыз, бүйрегіміз бұрылып жатыр. Қарап отырсаңыз, тіпті шынту айтына келгенде құры бір Инстаграм желісінің өзіндегі дайрыққа сізге өтірік маған шын аптасына кем деген кезде маған 20-30 адам жазады. Олар енді мүмкін біз елдің алдында қазақтың әнін дәріптеп жүргеннен кейін, ел алдында жүргеннен кейін мүмкін бізді шіріген бай, әйтпесе аузын ақмай ағып жатқан жағдайы жақсы адам деп қабылдағаннан болу керек деп ойлаймын. Оның себебі олардың айтатын не? Аға, квартплатың жабылмап еді. 60 мың теңге болып кетті. 60 мың теңге квартплатын жауап беріңізші. Біреу кредитімді жаба алмай отырмын. 700 мың теңге беріңізші. Біреу анам демдетейін деп едім. Әйтпесе балама памперс алып бересіз бе? Не болмаса қыстың күні тас көмір түсіре алмай қалдым. Жағатынға көмір жоқ. Мүмкін сіз маған 2 тонна көмір алып бересіз ба? Әрине, қолымда болса мен көмектесетін едім. Мен қазіргі таңда, енді Құдай өлтірмесін, әр қазақтың үйінде әйтеуір бір үзім нан мен қара шайы бар ғой, дегенмен де менің де шекемнің қызып отырған қазір шамалы. Әттең жоқтық жомарттың қолын байлайды. 32 тістен шыққан сөз, 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жайылады дейді. Ол неге мен қорықпаймын? Мен де ет пен сүйектен жаратылдым ғой. Мен де пендемін. Мен тіреп тұрған мен сірә әкем жоқ. Мен солқылдатып бір билікті ұстап отырған шешем жоқ. Қысым болған кезде бір ақылды інілер болды, ақыл асқан ағалар болды. Әй бала, қойсаңшы. Кейбір айтты, әй, кішкене
көтеріңді қыссаңшы. Әй, бала өсіріп отырсың, қыз тәрбиелеп отырсың, қойсаңшы. Мен оның бәрі не? Мен бір жерге бастық болуды аңсап тұрған адам емеспін. Енді ана жердегі комментарий дейміз ғой, пікірлер қарасаңыз, біреулер мені ендігі министр жасап қойды, бірі депутат жасап қойды, бірі әкім жасап қойды. Бұның бәрі не үшін? Бұның бәрі біздің болашақ үшін. Бұның бәрі айтылуы керек. Бұның бәрі менің өсіріп отқан ұлдарым мен қыздарым үшін керек. Бұның бәрі осында отырған мінекей қарагөз қазақтың жас буыны үшін керек. Біз қашанға адаса береміз? Біз қашанға жемқорлықтың зардабын шеге береміз? Біз мінекей еңсемізді тіктегелі 30 жыл болса, 30 жылдың ішінде біздің жоқ демеймін, бізге келген жақсылық та көп, бірақ та жақсылығымызда болып жатқан жаманшылық жуып кетіп жатқан заман. Сол себепті мен қорқам. Кім кеудесіндегі шыбын жанын оңай бере салғысы келеді? Бірақ қу кеудеде жан шықпағаннан кейін, тірі болғаннан кейін, ертеңгі күні мен ұрпақтың алдында мен жасым үлкен ғой. Егер де мен қолымнан біреуді жұбатуға миллион, миллиард теңгем жоқ болса да, біреудің басынан сипауға мен үлкен мінбеде отырған атағым жоқ болса да, ең құр дегенде сөз көмектің өзі бұл маған келетін сауап қой. Коронавирус дедік, омикрон дедік, ойбай неше түрлі штамдар шығып жатыр ғой. Соған қарап қазір елдің ортасында алдында көсіліп өзің өнеріңді көрсететіндей мүмкіншілік болып жатқан жоқ. Ал енді мен айтқан сөзімде тағы да айнып кетпейін, бірден айтайын. Кезінде шеттету болған. Кезінде тек қана біздің әкімшілік емес, телеарнаның өзінде, мысалы жасырып жабатын жоқ, телеарнаның өзінде маған тосқауыл қойған. Мен бірде бір концертке, мен Республика сарайында болған концертке қатыссам да, соны арнайы бір телеарна түсірсе, оны монтаждап енді көрерменге беретін кезде, монтаж кезінде менің айтқан өлеңімді қиып тастап отырған кездер болды. Неше түрлі музыкалық программалар, телеарналар түсірген кезде, иттің ұлығы байғотандар қатысып жатқан тамаша бір бағдарламалардың бәрінде мен шақыртусыз қалған кездерім болған. Оның барлығы мен ойлаймын, ол менің ит мінезімнен деп. Ит мінезім болған кезіне мен қиқарлығынан өлең айтпайым дегенінен емес, менің осы тілімнің ашылығынан. Ал енді әкімшіліктен, концерттерден қағылып, ел шығып атқан мінбеге сахнаға шығып өнер көрсете алмай қалуым тағы да мінезімнен. Өйткені мен әрқашанда өзімнің жасаған тірлігімнің, еңбегімнің ақысын алған жақсы көрем. Ақысын алғанда да ана бір баланың қолына бір кішкентай бауырсақ ұстатып жүргенде емес, өйткені әрбір мереке, әрбір даталы күнге мемлекет тарапынан қазынасынан бөлінген бюджеттен қанша ақша шамамен бөлінетін қазір мен емес қарапайым халықта біліп алды. Сондықтан соны біле отырып, менің төленетін ақым өзімнің, яғни арнайы бір сыйақым бар, гонорарым бар. Сол гонорарымның толығымен төлеуін мен әрқашанда талап етемін. Ондай қақылдап тұрып талап ететін адамды кім жақсы көреді? Сол себепті ондай жайттар болған. Жасырмайын. Ақты ақ, қараны қара деп ашып алу керек. Ел жұрт, менің елім, жұртым осын дұрыс түсініп алса. Мен өзіммен өзім жүрген, әйтеуір бір пендемін. Ол пенде не істеп жүр? Ол пенденің мамандығы кім? Өнер қуаладық. Әйтеуір жаман жақсыл қазақтың халық әндерін дәріптеп насихаттап жүрген пендемін. Бірақ мен бір ұжымға иелік ете алмаймын ғой. Сондықтан да мен әншілерің қайда, әйтпесе сенің әріптестерің қайда дейтіндей, мен көпшілік үшін жауап бере алмаймын. Бір биеден ала да туады, құла да туады. Сондықтан да мен ойлаймын, жалғыз мен ғана сөйлеп жатқанда, Нұрлан жақсы екен, басқалары жаман екен деген ой қалыптастыру өте қате дүние. Құдайға шүкір, менің өнерде жүрген әріптестерім, ағапаларым, олар да сауатты, мәдениетті, білімді көріп отыр. Олар да айтады, Нұрлан Жаминжер дұрыс істепсің. Кейбір айтады, әй, сен тым көп мұзып кеткен жоқсың ба деген дүниелер. Оның барлығын мен ойлаймын, ол кісілердің маған деген жанашырлығы деп білемін. Мейлінше жаныма жау емес, дос көбірек жинағым келеді, ниетім соған арналған. Бірақ та Аллаху әлім дейді ғой, барлығы бір Құдайдың қолында.
Deginde bölümde Anır armay Ақын жігіт өлеңнен Шындығы керек, менің артымда отырған дәріс беріп жүрген студенттерім бүгін таңдағы маған Құдайдың беріп жатқан демі, күш қуаты. Өйткені осыларға келген кезде мен бір жасап қалам. Осыларға қарап, мен өткенімді есім алам. Мен де аспаннан аяғым салбырап түсіп қалған жоқ қой. Мен де жас болдым, мен де мектеп қабырғасынан кейін мен де студент болдым. Мен де дәл осылар сияқты көзім бақырайып, аның қайсының, әнің қайсысы екенін білмей, әсіресе өнер сапына келген кезде мен де осындай күй кешкем. Мен осында отырған балапандарымнан, ұлдарымнан, қыздарымнан өзімді іздеймін. Кейбіреуінен өзімді іздеп тауып алам. Олардың сасқалақтаған сәті, олардың өтірік айтқан сәті, олардың қуанған сәті, олардың бір жетістікке, деңгейге жеткен сәті, тіпті бір қазақтың халық әнін толығымен әдемі орындап шыққан кезде мен оларды мақтаған кезде, олардың балбұлжанған, нұрланған жүздерін көріп, мен өзімді көремін. Әуелден бастап біз білеміз ғой, таза таланттар, оның білімі жоқ болса да, самородок деп жатады ғой, тума талант. Ол талант деген жүре келе пайда болады, туғаннан пайда болады. Ал егер де шынымен де әннің орындалатын шығарманың шыңырау шегіне жеткізіп орындап жатса, жүректен жүрекке жетіп жатса шығарма, неге біз ол ән айтып тұрған өнерпазды әнші деп мойындамасқа? Дәстүрлі әннің құдіретін, қасиетін түсінбейтін қазақ ол әншімін деп айтпай-ақ қойсын. Ол мүмкін джаз әлемінің әншісі болсын, таза эстрада, поп-рок болсын, этно-рок болсын, регги айтсын, білмеймін. Егер де ол ең құр дегенде бір қазақтың халық әнінің түп төркінін түсініп, жанына медеу ете алмаса, ол мен қазақ әншісімін деп айтпай-ақ қойсын. Желіде оқымай жатып, осы әлеуметтік желінің көмегі арқылы хит боп, танымал болып жатқан адамдар шынайы ол әнді әдемі жеткізе білсе, ол ән жүрекке жетсе, ол әнші. Кейбір кезде өзім жаңа löпілді басам. Лайк дейміз ғой. Қаншама гитарамен, қаншама домбырамен, жасы үлкені де, орта жаста, жастарды әдемі ән шырқап атады. Мен тіпті кейбір кезде оттың суретін салып жіберем, ерінбей, комментарий пікір қалдырған кезде. Кейбіреуін мен өзім сақтап алам. Ал енді әнші деген атақты тіпті міндетті түрде дипломы бар болу керек деген дүниеге мен қарсымын. Бұрындары мен жүрген жерім түсіретінмін, көңілдімін, қай жерде отырмын, әдем бір жер болатын болса, сол жерде, сол локацияда суретке түсіп, бала шағамды түсіріп, қай жерде қыдырып жүргенімді. Соңғы кезде байқасаңыз, мен бірде-бір өзімнің жеке өмірім жайында тіпті видео тұрмақ, рәсім салмайтын болдым. Неге? Өйткені халықтың басында осындай дүние болып жатқанда мен ыржалаңдап жүргенім, мен мүмкін басқаға басқаша әсер ететін шығар. Мен өз-өзіме қылмыс санаймын. Ел жұрт ағы қайсы, қарасы қайсы ажыратамай жатқанда ақ пен қараны, күйініп, ақылеп, үкілеп жатқанда менің ербеңдеп, қаяқта қыдырып жүргенімді, әйтпесе қай жерде отырғанымды салу үлкен әбестік деп білемін. Дәл қазір кезде бүкіл жалғыз мен ғана емес, есі бар қазақтың барлығы осы наурыздың 16-сында біздің еліміздің президенті үндеу жариялайды. Сол үндеу, қандай үндеу жариялайды екен? Бәріміз соны күтіп отырған пендеміз. Алаңдап отырғанда мен ән салатындай кейіпте емеспін. Ел тыныш, жер аман болып тұрса, Алла тағала ол әнді жазғызар. Ол әнді айтарымыз. Жақсы әнді айтарымыз, зарлы әнді айтарымыз. Оған келетін күн туады деп ойлаймын.